Құртты жесін. Құртты көп жеген дұрыс. Не үшін дегенде құрттың құрамында тұз болады. Тұз бар. Тұз болады. Ол тұз адамның тамағына бірінші вирус келеді. Сол вирусты тұз өлтіреді. Үнеген құртты адам көп жеген сайын адам шөлдейді. Шөлдегеннен кейін жаңағы су көп ішеді адам. Және көп ішкеннен кейін ағзадағы артық сол вирус артық токсиндердің бәрі үлкен кіші дәретпен сыртқа шығып кетеді. Көбінде енді бұрында қазақтар ата-бабамыз жаңағындай сондай суық тиіп, тұмау тиіп ауырған кезде көбінде жаңағы қойдың құйрық майын шыжғырып, соның майын ішкен. Бір кеседен 3 күн жаңағы қойдың құйрық майын қайнатып ішкен, ол өте пайдалы. Онан кейін табиғи жаңағы ешкінің сүтін, саумал, қымыз ішіп. Айналып келгенде енді қазір дәріханаларда С витаминінің өзі жоқтың қасы ғой. Қолдағы бар нәрсені пайдаланыңыз деп жатыр. Құрт жеңіздер, саумал ішіңіздер, қымыз ішіңіздер.